Аузыңнан шыққан әрбір сөзге ие бол. Бұл жай ғана нақыл емес, өмірдің заңдылығы. Сөз адамның жүрегінен шыққан ойдың айнасы. Әрбір айтылған сөздің артында жауапкершілік, сенім, абырой тұрады. Сөзді ойланбай айтқан адам өзіне де, өзгеге де зиян келтіреді. Бір ауыз сөз көңіл көтереді, бір ауыз сөз жүректі жаралайды. Сондықтан сөздің салмағын сезіну даналықтың белгісі. Адамның сөзі оның болмысын көрсетеді. Сөзіне ие болған адам, өзіне ие болған адам. Сөздің қадірін білмеген сөз қадірін білмейді. Жақсы сөз жарым ырыс, ал жаман сөз жанға жара. Сөз қару, ол әділдікті де орнатады, әділетсіздікті де туғызады. Сөз шипа, ол жанды да емдейді, жанды да жаралайды. Сөз аманат, ол сенімнің өлшемі, адамдықтың биігі. Сондықтан әрбір сөзді жүрекпен айт, ақылмен өлшеп сөйле. Өйткені аузыңнан шыққан әрбір сөз сенің өміріңнің айнасы, болашағыңның шамшырағы. Сөз адамның айнасы. Аузыңнан шыққан әрбір сөз жүрегіңнің тазалығын көрсетеді. Сөзді оймен айт, өйткені ойсыз сөз оқсыз мылтықтай. Сөздің салмағы бар. Бір ауыз сөз адамды көтереді, бір ауыз сөз құлатады. Сондықтан әр сөздің артында жауапкершілік тұр. Сөз сенімнің өлшемі. Адамның сөзі мен ісі қабыспаса, оның беделі де, абыройы да жоғалады. Сөз жүректен шықса, жүрекке жетеді, ал жалған сөз желмен ұшады. Сөзді ұстай білу даналықтың белгісі. Көп сөйлеген емес, орынды сөйлеген адам ақылды. Сөз рухтың үні, әрбір айтылған сөз өзіңнің ішкі әлеміңді көрсетеді. Сөздің қадірін білмеген адам өз қадірін білмейді. Жақсы сөз жарым ырыс. Сөз сүйектен өтеді. Сөздің иесі адам, сөздің киесі ақиқат. Сөзіне ие болған адам өзіне ие болған адам. Сөздің күші жүректен шыққанда. Сөз қару, оны дұрыс қолдана біл. Сөздің шындыққа қызмет етуі адамдықтың биігі.